Қайырлы күн. Сіздермен бүгін жүктілік және іш қату туралы айтқым келіп отыр. Яғни жүктілік кезіндегі іш қату, оның дамуы туралы. Негізінен ішекте іш қатудың және аурулардың пайда болуына жүктіліктің әсері болуы мүмкін. Неге десеңіз, себебі жүктілік кезінде әйел адамның организмі екі есе, яғни екі адамның есебінде жұмыс жасайды, және әйел адамның ішінде нәресте орналасқандықтан жатыр үлкейіп, ол бірталай орынды алатын болғандықтан жаңағы ішектерді немесе және де басқа мүшелерді ол ығыстырады. Сонымен қатар жүктілік кезінде әйел адамның ішегіне баланың сақталуы үшін ішегінің жұмысы бәсеңдейді. Яғни бұрынғы жүктілік кезге дейінгі